Құрметті ұстаздар, армысыздар, қалдарыңыз қалай? Сабақтарды қалай көріп жатырсыздар? Істеп көріп үйрене алып жатырсыздар ма? Енді бізде кішкене ғана бір аздаған басқа бағдарлама арқылы өзімізге керекті 3D объектінде Apple жоқ, менде iOS емес бағдарлама. Google аккаунтты басамын, сол арқылы қазір осы бағдарламаға тіркелемін. Мен ұстаз істеймін деген өзімнің Google аккаунт. Яғни бұл сіздің айыңыз және күніңіз, мысалы таңдайық. Және жылыңызды таңдасаңыз болады. Так. Өстіп таңдайсыздар, next деп батырманы басасыздар. Енді продолжить батырмасын басып қоямыз. Емес, сонымен қатар өзіңіз қандай 3D объектін жасауға болатындығы жайындағы платформа жайында да ақпараттар ала аласыздар. Енді қараңыз, міне сіздің бетіңіз ашылды, бұл сіздің бетіңіз. Сіздің өзіңіздің кабинетіңіз, бөлмеңіз. Осы жерде бірінші проект жасап көрсеңіз болады. Бірінші бізге 3D проект керек. Сол үшін создать свой первый 3D проект дегенді басамыз. Осы кезде бізге жасай аламыз. Ең бірінші мына көріп тұрғаныңыз, осы жерге біз үстіне өзіміздің 3D объектімізді қойып, осы жерге жасаймыз деген сөз. Енді қараңыздар, бірінші не бар? Бұл жерде бірнеше рет копировать ететін, ставить ететін, батырмалар бар, немесе өшіретін, дұрыс болмай қалса артқа, алдыға келетіндер. Сонымен қатар көре аламыз бұл жерде проект қалай көрінетіндігін. Одан кейін барлығын жасап біткеннен кейін көретін батырмалар оңға, солға жылжытуда, зеркально отразить ету, импортировать, экспортировать, яғни көшіру, немесе біреуге жіберу, орналасуы, қандай бір ескертулер болып жатса, одан кейін біз қолданатын бұл жерде фигуралар, құралдар, және де сол жасап біткен нәрсені кішірейтіп, үлкейтіп көретін батырмалар мына жағында тұр міне. Енді қараңыз, не істей аламыз? Бірінші основной форма деген жерге барып, осы жерден өзіңізге келетін бір бастапқы фигураларды, пішіндерді таңдап алсаңыз болады. Избранный дейді, основной формой, яғни осы жерден біреуін таңдап аласыз. Мысалы үшінге мен бір персонажы, существа и персонажы дегенге барайын. Қараңыздар, бірінші адам тәрізді бір персонаждардың суреттері көрсетіп қойған, міне қолдарының керемет дегендері, сонысы, немесе көз, құлақ элементтері, очки, міне құралдар, адамдардың орналасуы, не тұр, қараңыздар. Және де бұл жерде жануарлардікі. Енді осы жерден біреуін өзіңізге таңдап аласыз. Қайсы сізге больше кеп тұр, ұнап тұр, другие формы деп басып, арғатай да ашып алсаңыздар болады, міне қараңыздар. Енді мысалы үшінге мен нөрі пингвинді алайын, және осы белгіледім, осыны әкеп, енді мына ортаға қоямын, міне қараңыздар. Енді осы пингвинмен қалай жұмыс жасай аламын? Біріншіден онымен ары бері былай кішірейтіп, үлкейтіп жасай аламын. Қараңыздар, ол пингвиннің өзі қалай жасалғанын, әртүрлі фигуралар арқылы жасалған, алыстан қарасаңыз көрінеді. Неге бұны айтып жатырмын? Қазір мен сіздерге болашақта бір информация айтатын боламын. Яғни кез келген фигура арқылы әдемі осындай бейнелерді жасауға болады екен. Енді бұны жұмыс істей білсеңіз, мен қараңыз, дайын фигураны қойдым. Оны сіз былай басып көтере аласыз, жоғарыға, астыға, қаншалықты деңгейде көтеретіңіз, немесе оны бұру, ары бері бұру амалдары, осылай қойсақ болады. Енді келесі тағы да не қойып көрейік? Фигураларға барып көрейік. Соңында бір жұлдыз алып көрейік. Жұлдызды да осылай қойсақ болады. Оны бетіп жылжытсақ болады, үлкейтіп, кішірейтіп дегенде, немесе жоғары қарай көтеріп, үш бұрышты бассаңыз, көтеріледі былай. Немесе астыға түсіріп дегенде, так, астыға түсірейін оны осылай. Былай жылжытып, оны ары бері жылжытып көремін. Мысалы үшінге мынандай түске қойсаңыз болады. Бірақ сары түсі жақсы болып тұрды, негізі яркий болып тұрды. Осылай қоясыз.
ортасын басу арқылы оны кішкене бүйтіп көтеріп қойсаңыз да болады. Міне қараңыз. Енді тағы да не істесек болады. Бұл жерде жазуға болады. Қазір сізге жазудікін тауып көрейік. Так, жазудікі. Ал менде основная форма дегенде болу керек. Міне қараңыз, текст деп тұр. Осыны барып былай қойып қойсаңыз, жанынан кішкене парақша ашылады ғой. Сол жерде текст деген жерді алып, өзіңіздің басқа бір сөзіңізді жазып қойсаңыз, мысалы үшін сәлем деп жазып қойсып, оны кішкене өңдесеңіз болады, былай. Так. Сегмент бізге қатты керек жоқ, осылай қойсаңыз болады. Оны кішкене созсаңыз болады, былай. Үстіге қарай көтерсеңіз болады, түсірсеңіз болады, төмен қарай түсіп тастасаңыз да болады, көрдіңіз ба? Асты деген сияқты ғой, дно төмен жаққа, немесе жоғары жаққа, немесе бетіне қойсаңыз болады. Міне былай қойып қойсақ болады. Міне қараңыздар, осындай әдемі түрде. Жаңағы персонажы дегенге барып көрейік те, бір судың астында жүретін бір мысалы үшін дельфинді алатын болсақ, дельфин ба? Кит қой. Міне китті осылай қойып қойсақ, және осыны төмен қарай жіберуге болады да. Сәлем дегеннің астына тіпті ол астыдан келе жатыр дегендей. Осылай, және де бұны кішкене бағытын өзгертсек болады, былай келе жатыр деп, осындай жағдайлары бар. Соны қолданып көрсек болады. Міне, түп жағында келе жатыр деп. Сен үрі касатка ма? Не нәрсені тағы да. Міне, тоже. Осылай қойсақ болады. Өзіңіздің фантазияңызға байланысты ғой. Енді келесі қалай жасаймыз бұны? Отправить деген батырманы басамыз. Осы кезде қарасаңыздар, бірнеше жерге біз жіберсек болады бұл жасаған 3D-мызды. Соның ішінде қарап тұрсаңыздар, басқа да бағдарламалар бар. 3D объектілерді көрсетуге болатындығын. Енді бізге merge edu деген керек, осыған басамыз. Және де бізге подготовка болып жатыр, кішкене ол әрине. Айналады, тоса тұрамыз. Міне, продолжить merge edu дегенді басамыз. И міне қарасаңыз, загрузить объект деп, міне астыңғы жағында загрузка деп тұр. Міне. Енді осының жаңағы біз Fantastic Kids Script деп жазылып тұр, фантастический деп. Өйткені біздің тақырып солай тұр да, негізі бұл тақырыпты да өзгертулеріңізге болады. Бұлай басып, сәлем деп өзгертуімізге болар еді, және оны мен ұмытып кетіп сіздерге айтуға. Өстіп жазып өзгеріп қойсаңыз болады. Міне. Енді ona жерге көшіп алды, енді продолжить деген батырманы басамыз. Және осы жерде енді атын өзгертсек болады. Бұл жердегі атын алып біз жазып қояқ, мысалы үшін сәлем деп, мына жерге описаниясын жазсақ болады. Мысалы үшін менің алғашқы 3D бейнем деп. Бейнем деп жазып қойсақ болады осылай. Ұнамай қалса удалить етсеңіз болады, Міне осылай. Сделано деген батырманы басамыз. Настройкасын өзгертсеңіздер де болады, бұл жерде 3D-ден. Қазір оны да көрсетеміз. Міне. Енді осы жерге сіздің объектіңіз бұл сәлем дегенге басамыз. Қайтадан, изменить настройки 3D дегенді басып көрейік. Не нәрсесін өзгертуге болады деген.
енді ары қарата осы бетті өңдейік. Бірінші бұл элементтерді өңдеу үшін бізде мына жерде бірнеше бет тұр. Осы беттер бойынша өңдейміз. Бірінші бет бізде жалпы осының ақпараты берілген, оны біз теспейміз, қойып қоямыз. Екінші куб деген бар. Куб деген нәрседе бұл яғни сіздің мына тұрған элементіңіз кубтың қай жағында тұрады, соны көрсетеді. Бұны негізі теспей қойсаңыздар болады. Теспей қойыңыздар деп сіздерге кеңес береміз. Себебі сіздер қазір мына размер, позиция деп тұрған жерлерге сандарын өзгертсеңіздер, ол мына сіздің затыңыз кубиктің басқа жағына кетіп қалады да. Мысалы үшін қараңыздаршы, индекс дегенде мен мысалы үшін 2 деп қоятын болсам, міне ол қашып кетті элементімді, көрдіңіздер ме? Мына қара тұрған кубик қой. Куб, иә, одан элементіңіз қашып кетті мына жаққа қарай. Сізге ондай алыста жүргені қажет пе, қажет емес пе? Оны енді өзіңізге байқаңыз, қараңыз. Өйткені сіз кубикті ашқан кезде қиындық тудыратын болады да. Сондықтан да сіз кубиктің айналасында және осы затыңыздың жүргені қаласаңыз, және осы сізге ыңғайлы болатын болса, бұл жерге ештеңе жазбай қойыңыз, 0 деп тұра берсін. Сол кезде ол заттың барлығы, және элементтің барлығы кубиктің ішінде тұрады. Иә? Келесі жер шары. Жер шарында да қозғамай қойыңыздар. Қалай тұр, солай тұра берсін. Автоматтық өзінің настройкасы да автоматтық баптаумен тұра берсін. Келесі 1-1 дегенде де қозғамай қойыңыздар. Бұл элементтердің мысалы үшін оның биіктігі, оның андай көлемін сіздер Tinkercad'та жасаған кезде сол жерде реттеп алсаңыздар болады. Ал бұл жерде теспей қойыңыздар. Бұл жердегі маңызды дүние ол ең ақырғында тұрған бір жалауша. Осы жалаушада біз сіздермен өзгертеміз. Ол не қосамыз бұл жерде? Ең маңыздысы осы бізге. Бұл жерде біз әрбір осы тұрған элементке, әрбір осы тұрған бейнеге ақпарат қоса аламыз. Ақпарат мысалы үшінге мына тұрған китке қосуымызға болады. Ол үшін ол жерге бүйтіп 2 рет басамыз. 2 рет басқан кезде номер 1 деп шығып тұр. Номер 1 деп шығып тұр, яғни бірінші элемент. Осы элемент бойынша енді ақпарат жазамыз. Бірінші мына жақта жаңадан бір кішкене парақша пайда болады, сол жерге жазамыз. Мысалы үшінге кит. Ағылшын әрпінен тұр екен. Так, кит деп жазып қояйық. Және де сол бойынша ақпарат бұл жерге жазасыз. Мысалы үшінге теңіз жануары деген сияқты. Содан кейін тағы да бір ескеретін дүние. Бұл жерде өкінішке орай қазақ әріптері бізде болса, мысалы үшін мына әріпі оқылмай қалады. Ол 4 бұрышты болып қалады. Ең бір жаманы осы. Орысша жазсаңыздар болады, ағылшынша жазсаңыздар болады, бірақ қазақ әріптерін осы жерде оқымайды. Ол үшін ондай жағдайда қалай шығамыз? Ол үшін мысалы үшін жұлдызды көрсетейік. Жұлдызға 2 рет басам. Так, мына жерде алып қояйын да, 2 рет басам, мына жерде клик сүру деген тапсаңыз, 2 рет басам, сол кезде екінші элемент менде пайда болады. Яғни бұл жерге, мысалы үшін, жұлдыз деп жазу үшін қазақша және оқу үшін сіз латын қарпін қолдансаңыз болады. Мысалы үшін, қазір мен ағылшын тіліне ауыстырамын және соны ағылшын латын қарпымен жазамын. Мысалы үшін, жұлдыз. Қайтекет қалады. Жұлдыз деп осылай жазып қойсам болады. Және соған қазақша, яғни осылай жазады. Яғни бұл жерге, мысалы үшін, жұлдыз деп жазу үшін қазақша және оқу үшін сіз латын қарпін қолдансаңыз болады. Мысалы үшін, қазір мен мысалы үшін, жұлдыз. Қайтекет қалады. Жұлдыз деп осылай жазып қойсам болады. Және соған қазақша, яғни осылай жазасыздар енді. Білем, кішкене ыңғайсыз болып қоясыздар. Енді жарық жұлдыз деп, мысалы үшін, жарық жұлдыз деп осылай жазып қойсаңыз болады. Енді бұл жердегі ақпарат кішкене 1-2 негізгі сөйлем болса болғаны, немесе тапсырма болса болады. Енді ол өзіңіздің сабағыңызда сіз қалай креативті жасайсыз, соған байланысты ғой. Бала ол әрқайсысын басып тұрып, ол сол зат туралы ақпарат ала ма, жоқ әлде сол зат туралы сұрақ ала ма, енді сіздің кішкене фантазияңызға байланысты болады. Міне осылай ақпараттарды енгізіп қоямыз. Болғаннан кейін, барлығын істеп осылай болғаннан кейін, элементіңізді жазуыңызды жазып болғаннан кейін, save деген батырманы басасыздар, болды. Осы save батырмасын басқанда ол сақталады, міне жылдам өтіп кетіп жатыр, saving деп. Сохранить деген батырма ғой, сақтайсыз. Кейін балаға үйретесіз. Енді кейін берген кезде, мысалы, біз артқа қайтамыз қайтадан. Міне мои вещи дегенге қайтадан басасыз. Осы жерге кіреміз өзіміздің жобамызға.
тұр общий веб доступа дегенді басасыз. Осы кезде мына QR кодты балаға бересіз. Бала осы QR код арқылы сканерлеп кіретін болады. Оны қазір мен сіздерге соткамен түсіріп көрсететін боламын. Мен соткамды аштым. QR кодты сканерлейтін бағдарлама. QR кодты осылай сканерлеп аламын. Және де Object Viewer батырмасынан бірден сіздерге сілтеме береді. Міне. Менде жаңағы проект. Міне қосылды. Қараңыздар, менің жазған сөздерім барлығы тұр. Яғни анықтап қарасаңыздар болады. Там жұлдыз және кит деп тұр. Енді кейбір кездерде кішкене бір проблема болуы мүмкін, мына сөздердің тұруына байланысты. Енді оны қарасаңыздар, кит деген сөз менде кішкене алыстап кеткен, ал жұлдыз деген сөз тура тұр. Яғни осында кішкене бір элементтер болады, соларға мұқият енді бірнеше рет тест жасап көресіздер, иә. Өйткені ол мына жерде бізде әртүрлі кеңістікте тұрған бейнелер ғой, сондықтан да оның дәл мен дәлін жерін табу кішкене қиындық туғызып жатады. Сондықтан да бірнеше рет жасап көресіздер. Енді келесі тағы да не көреміз? Бұл жерде кубқа барайық. Сіздермен кубты көрсек болады, міне куб. Кубтың ішінде тұр. Яғни так, мен астынан көрсеттерім қойдым былай. Бұны енді үлкейтулеріңізге де болады, өстіп үлкейтіп, мына жердегі керексіз сөзді надписті алып тастайсыздар былай. Міне осылай көрсете бересіздер. Не болмаса, міне мына жерде тұрған менің немножко қалта. Міне осылай қойып, поместить деген батырманы басып, кубты алып, мынаны қойып қойсаңыздар да болады. Кеңістіктеріңізде осылай жүре береді. Өте оңай түрде өзіңізде бар элементті осылай жасап қойсаңыздар болады. Параметры очистить цену деп алып тастауға да болады осылай. Енді қарайтын болсақ, мысалы үшін мои вещи дегенге баратын болсақ, бұл жерде сіздер көріп тұрсыздар, иә, жаңағы өзіміздің жасаған 3D объектіміз уже тұр. Міне. Загрузить дегенге баратын болсақ, осы жерден көшіруге болатын платформа екенін білдік, иә, біз заттарды көшіріп алатынымызды. Және де бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай 50 тегін берілетін лимиттің біз біреуін қолдандық. Яғни біз бесплатно енді қолданып жатырмыз ғой. Сондықтан да бізге бұл жерге өзіміздің 3D объектілерімізді көшіруге де кішкене лимит беріледі. Міне осындай енді My Profile деген өзіңіздің жеке басыңыздың ақпараттары тұрады. Жалпы айтқанда осы барлығын сіздерге бұл платформаның 4 точкасына дейін көрсеттік деп ойлаймыз. Кез келген әрбір бөлімі не үшін керек, қалай керек екендігін. Енді келесі кезекте мына Tinkercad деген платформаны сіздерге жақсылап үйреніп алу керек болады. Осындай 3D-ні өзіңіз жасай алу үшін, иә. Сондықтан да сізге бір күшті бір тегін YouTube каналын ұсынуымыз келеді. Бірақ бұл YouTube каналы біздікі емес, ол осы Tinkercad платформасын дамытып жүрген канал. Ол жерде осы Tinkercad'та қалай бейнелерді